Сәлем достар, бүгінгі видео қош келдіңдер. Сіздермен Рамазан, менің қасымда Сабина. Сәлем. Я достар, бүгін бізде кішігірім влог. Яғни біздер Шымкент қаласындамыз. За рулем кетіп бара жатырмын. И және біздер Сабина екеуміз осындай тамақ алып алдық. Қазір соны жеп алатын боламыз. Бүгін бізде кешке той күтіп тұр, Мадияр Пернебайдың. Соған Сабина екеуміз баратын боламыз. Соны көресіздер бүгінгі видеода. Сол үшін сразу видеоға кіріп басуды ұмытпаңдар. Каналға тіркеліңдер, подписаться кнопкасын басып и комментарийға тағы да блогтар шығып тұрсын ба, соны жазып кетіңіздер. Қазір біздер қайда бара жатырмыз, Сабина? Киім алуға? Иә, яғни тойға киінуге Көйлек қараймыз. Сабинаға көйлек алып, одан кейін кешке жақын жолға шығатын боламыз Сарыағашқа. Шымкентте Сарыағашта тұратындар болса, давайте комментарийға жазып кетіңіздер. Қайсың? Ассалаумағалейкум. Подписчиктер біздің машинаны жүріп беріп отыр. Я ютубқа. Түрлерін бір көрсетіп қой, өздерін көріп кішкене қуанып қалсын. Нормально. Андай русалка мультиктағы принцессалар болсын деп. В общем, көйлекті алдық, әзер дегенде таптық. Жалғасын түсірген жоқпын, потому что анаяқта уже андай қыздар толып кетті, басқа клиенттер. Содан кейін түсіре алмай қалдым. И короче, қазір Global Coffee'ге келіп, Сабинаға осындай сэндвич алдым. Ішінде тағы да моти бар, в общем, тамағы бар. Қазір Сабинаны университетке апарып тастайтын боламын. Қарын ашпасын деп қоясың ғой, короче. Енді қазір біздер университетке барып, Сабинаны апарып тастаймыз, и содан кейін өзімнің по делам шаруалармен жүретін боламын. Короче, достар, біздер Асқар екеуміз Магнумға келдік. Өзімізге заттар алайын деп жатырмыз. Кромчик. Сөйлеш. Не істейді ғой енді. Жалко ма саған? Слапеш? Ладно. О, Ромчик, чипсы бересің ұрыны? Конечно. Ма, болды. Өзінде ақшам жоқ па? Мен әпере берем ба саған? Жоқ ма, менің ухажерім родной. Қырат. Сонша зат алып, пакета маған қате болып жүр. Кімді жазалап жатыр, Чешір ғой. Ассалаумағалейкум достар. Жалғастырам сөйлесіз. Сәлем достар, біздер үшеуміз жиналдық мінекей. Қазір біздер мойкадамыз. Дуканың машинасы мінекей жуылып жатыр. Mitsubishi Lancer. Жарамыз ба жігіттер? Бастап кетіңдер. Бастап берсеңдер Камридан жігіттер. О, Камридан бастасыңыз. Камри жарамыз ба, әлде мына Lancer жарамыз ба? Көттерің тұрмай қалды ба? Қазір біздер 1 сағаттан кейін уже барлығымыз жиналып, ары қарай тойға баратын боламыз. Билейміз. Тойы Ішеміз. Қазір сағат 4:30 болды. Сағат 5-те бізде жиналыс болып бір жерге жиналамыз. И сөйтіп барлығымыз ары қарай Сарыағашқа тойға кететін боламыз. Мына Mitsubishi и Camry осы екі машинамен шығамыз. Қазір ютуберлер барлығымыз жиналып, осы тойда жарайын деп тұр ғой бір сөзбен. Көбісі сұрады обзор түсірш деп. Скоро шығады достар, күтіңіздер. Қысқаша обзор мінекей сіздерге. Сырты в общем осындай. Іші болса бізде осындай арасында шыбын жүр. Шыбындар білмеймін, машина жуылғаннан кейін андай бір жабыса бере ме бір бәле ғой. Яқта фьюсти, в общем осындай, короче. Қалай сіздерге Camry 55 ұнай ма? Давайте комментарий жазып кетіңіздер. Короче, Сабинаға бара жатырмыз. Шымкенттің жаңадан соғылған осындай, короче, подземный трассасы екен, үстінде мост соғылып жатыр. В общем, Шымкент бір сөзбен өсіп көркейіп жатыр, әдемі болып жатыр. Шығып тұрамын деп мінекей яқта Кигач жазып жатыр. Сабинаны алып кеткеннен кейін Кигач тап кететін боламыз. Солай в общем жағдай. Вай. Қайда шықтық қарындас? Тойға? Мен алып берген көйлек киіп алыпсың ғой. Қалай, ұнады ма, нормально ма? Үйтіп барсаң, Сөйтіп барсың, Сөйтіп ба дейінші. Так, заттарды не, багажникке сал. Пальтоны ма? Артқа адам отырады ғой. Короче, артына жүрейік, арты бізде хлам болып отыр. Менің костюмым мынау. Так, ана яқтарға саласай. Так, яқта косметика, тарақ, анау мынау сумка бар екен. Мыналарды аламыз да мына жерге қоямыз. Ішінде косметикам бар. Косметика? Иә. Керек емес шығар пока? Барғанда бәйінім ғой, Иә. Все, болды ма, кетіп па? Қазір достар біздер Кигачқа баратын боламыз. Кигачты машинаға салып аламыз, сөйтіп жолға шығамыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың Кигач? Амансың? Қалай жеттің? Қалайсыздар? Привет.
Күшті жеттік, аман есен. Кеттік. Короче, достар, біздер жаңа тойға бара жаттық қой, Кигач, Сабина үшеуміз. И сол кезде біздің машинамызды бір кісі соғады. Мына жерде ошым бампер сырылды, полировкамен кете ма білмейміз. И одан кейін крыло кетіп жатыр. Енді самый важный жер ғой. Короче, жағдай осылай болып жатыр. Тойға барамыз ба, әлде бармаймыз ба, пока белгісіз. Қазір біз оны аламыз да кетіп қалып бізге Сабина күтіп қалды мына жерде. Тойға дайындалып отыр едің ба? Жігіттер жинап қапты. Той ғой. Тойдың бастамасы. Шықпай басталды. Тойдың бастамасы трассадан басталды осылай. Тойдың соңы төгілісі бітеді, бізге басы төгілісі берді. Сопровождение бар, әне тұрс күшті. Бана ДТП-ның алдында ана жерге іліп қоймадың ба алдында? Короче, достар, бүкіл проблема бітті. Әркім өзінің машинасын жөндеп алатын болды негізінде. По идее, 50 на 50 болып тұр. Прав, кто не прав, кто прав деген сияқты. Біздер қазір заправкаға тоқтадық. О, Арман, рахмет. Міне Кигач. В общем, біздер қазір сөйтіп тойға кешігіп бара жатырмыз. Мына Мадиярдың тойына баруда бір история болды енді. Оны аспай айтам дейсің. Кетіп па? Кет. Достар, мінекей біздер тойға келдік. Бізде осындай ресторан. Сабина екеуміз мінекей қазір ішке кіріп, ошын тойда көрсеміз. Той бізде басталды. Сабина той қалай өтіп жатыр? Güzel bakanın coştu basın. Bakan güvenli koymasın. Amerika'nın manavdas bana rahmet. Ey canım ne? Barış'a жұмысы болсын. Айдайлан шулы отырайық. Өмірлері кино ойын, лавсыға беріңіз ерекше. Осылай, достар, бізде осындай той болды. Короче, не айтасыңдар? Күшті болды той. Өте жоғары деңгейде. Мықты. Қосылам. Қосылсын ба? Мықты. Короче, сол біздер қайтайын деп жатырмыз, уже машинаға отырып алдық. Енді қазір Шымкентке барамыз, сөйтіп үйге барып, хореді алып ұйықтаймыз үшін. Бәріне сәлем, достар. Бүгін бізде тойдан кейінгі ертеңгі күн. Мен дәл қазір сразу детейлингке бара жатырмын. Жаңағы машинамды істетуге. Шымкентте жалпы арзан дейді ғой негізінде. Алматыда мысалы қымбатта бізде. Сол үшін Шымкентте сразу істетіп тастайын дедім. Ситуация қалай болды кешегі айта кетейін. Біз жаңағы кісімен, үлкен кісімен, әркім өз машинасын жөндесін деп шештік, солай. Енді солай дұрыс болады деп ойлаймын, потому что бағана полицейский анау-мынау шақырдық сол кезде. И машинан 2 ай, 1 ай штраф стоянкада ждат дейді, одан кейін штраф төлейсің, анау-мынау, кім не прав, кім прав, анау-мынау үшін каша болып кетші. Короче, осындай жерде мінекей, мынақта 60 ограничение камера бар екен. Енді детейлингта көріскенше. В общем, достар, полировка жасап болдық машинаға, бағанағы бамперге. Енді мінекей мынақта видеоны монтаждап жатырмын, ноутбукты алып кеткен болатынмын өзімен бірге. И қазір сіздерге көрсететін боламын. В общем, жаңағы жерді қалай істегенін. Бампер енді шыққан чуть-чуть. Наверное, лак жақ қойдық, а так былай нормально болып тұр деп ойлаймын. Басында что-то не то болған, в общем, быт болып тұр еді. Қазір хотя бы нормально болып тұр енді. Бұрынғыдан жақсырақ. Мен ойлап едім, примерно бағасы бір 20 мың или там 30 мың шығады деп. Жоқ, бар болғаны 6 мың теңге болды. Короче, полировка сап берді и болды сонымен. Енді идеально сап берді деп айтамаймын. Енді кішкене жерлері бар, краскасы кетіп қойған. Енді шүкір, осы да нормально. Қазір монтажы жасап тастайын, потом Сабина келетін болады. Сабина университеттен шығады. Потом екеуміз бірге барып тамақтанамыз, сосын үйіне апарып тастаймын. В общем, солай жағдай. В общем, Сабинаны алып кеттім университеттен. Бізде Сабина фотоға түсіріп жатыр. Осындай новыйдан ашылған Шымкентте
Шоколадный бір бәле дей ма? Нені өзі? Фрукты. Иә, шоколадный фрукты, короче, осындай жерге келдік. Жеміс жидек. И қазір видеоны Сабинаға көрсетейін деп отырмын. Үшін қазір Сабина екеуміз видеоны көріп, мына фруктыларды жейтін боламыз. Біздер қазір Асхаттың үйіндеміз. Асхат мына жерде компьютермен Photoshop превью жасап жатыр. Мен, қазір бітірем почти, бітейін деп қалдым. Иә, бітейін деп қалды. Ал мен мына жерде өзімнің ноутбугымен, короче, программалар жазып, видеоларды ноутбукке аударып жатырмын. Яғни осы влогты салатын боламын. Ал осы жерде достар, біздер видеомызды аяқтайтын боламыз. Сіздерге көп рахмет видеоны соңына дейін қарағандарыңызға. Осы влог сіздерге ұнады деп ойдамын. Асхат, саған ұнады ма? Вообще топовый влог болды. Міндетті түрде лайктарды басуды ұмытпаңдар, каналға тіркеліп подписаться кнопкасын басып. Негізі влог көп шыға бермейді каналда, сол үшін поддержка беріп максимальный лайк жинасаңыздар, тағы да жиі шығарып тұратын боламын. Сол үшін міндетті түрде басыңыздар. Ал осымен видео бітті. Барлықтарына рахмет, от души. Сіздермен Рамазан, давайте достар.